Давайте бірінші сабақ бастамас бұрын бір өзімен таныстырып жіберейін. Кім сіздерге бүгін сабақ өтейін деп жатыр, өмірлік сценарий туралы. Менің есімім Бақыт Серікұлы болады. Өзім жүйелі кәсіпкер десем де болады. Жүйелі дегенде менде бір емес бірнеше кәсіптің домалатып керемет нәтижелерге алып барған. Ең бірінші кәсібім бұл көлік құралдарын жуу болған. Одан кейін жанар жағармай бекетін жалға алып жұмыс жасадым. Одан кейін ателье болды менде. Қазіргі кәсібім жол крандар автомектебінің негізін қаладым. Шымкент бойынша 4 филиал, Қазақстан бойынша 7 филиал франшиза сатқам. Өзімнің білімім жоғары, педагогика, психология мамандығы, оңтүстік Қазақстан мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы университетті бітірдім. Арнайы білімдер гипнокоучинг, одан кейін экспеденциальный коучинг академиясын бітірдім. Арнайы клинический психолог Вадим Лучиннің жеке сабағын алғам. Маркетологтардың сабағын алдым. Былай айтқанда, сіздерге сабақ беруге құқығым бар. И осы білімді сіздермен бөлісіп, бұл білімді барынша қазақтардың көпшілігі білу керек деген менде шешім пайда болды. Өйткені біз кішкентай кезімізден келе жатқан программалармен, былай қазақша айтқанда бағдарламамен өмір сүріп келе жатырық та. Ал кәсіп жасаймыз, ол домаламай қалады. Қарым-қатынаста да сондай қиыншылықтар туады. Отбасы, соның барлығы қаяқтан келіп жатыр. Бүгін Құдай қаласа соған байланысты өмірлік сценарийді қалай анықтауға болады және оны қалай қайта жазуға болады. Соған байланысты ақпараттар аласыздар, Құдай қаласа. Өздеріңізде өмірлік сценарий дегенді қалай түсінесіздер? Сіздердің жауаптарыңыз. И осыған байланысты чатта жазып кетсеңіздер, өмірлік сценарий дегеніміз не өзі? Сіздердің түсініктеріңіз. Өмірлік сценарий деген негізі қараңыздар. Өздеріңіздің версияларыңызды жазып кетсеңіздер бірінші. Өмірлік сценарий дегеніміз не? Мысалы болады ондай ситуация. Сіз бір нәрсені жасап жүресіз, ол нәрсе болмай қалады. Тағы да сондай басқа бір нәрсе жасайсыз, ол да болмай қалады. Былай айтқанда бір нәрсе қайталана беретін нәрселер. Оның бәрі қаяқтан шығып жатыр? Сол жылдар бойы адамдар ауысада, ситуацияда қайталанады. Дұрыс, Аружан. Установкалар, бағдарламалар. Дұрыс. Енді мынау сұраққа жауап берсеңіздер. Не ойлаймыз, не болатын жақсы өмірге ұмтылсақ, сол болады. Жақсы. Бірақ адамдар бар ғой, көп жұмыс жасайды, көп оқиды, бірақ нәтиже болмайды. Неге нәтиже болмай жатыр? Кейбір адамдарды қарайсың, кішкентай ғана жұмыс жасайды да, нәтиже деген керемет болады. Кейбір адамдарға қарайсың, нәтиже қанша көп жұмыс жасаса да, нәтижесі ойдағыдай болмайды. Анау аз жасаған өзінде нәтиже керемет болып жатыр. Сол сияқты өмірлік сценарийде сіздерде қалыптасқан, барлық адамда қалыптасқан закладка дейді, орысша установкалар болады да барлық адамдарда. Сол установкалар сіздің саналы емес, санасыз, бейсаналы түрде жұмыс жасап тұратын нәрселер. Адамның миы, мысалға, саналы түрде біз 5% шешім қабылдаймыз, ал бейсаналы түрде 95% шешім қабылдаймыз. Сол үшін бүгінгі мақсатты түсіндіңіздер не айтатын. Ал енді сіздер өздеріңіз бүгінгі тақырыптан өздеріңізге қандай жауап алып кеткілеріңіз келеді, соған байланысты біз менде де ориентир болады, неге бағыттайтын. Бірақ нақты өту керек программаны бүгін өтем. Соны нақты түсініп аласыздар, өздеріңізді көре бастайсыздар. Мынандай қиындықтар болып отыр. Барлығында ма? Одан кейін кірмей жатыр дейді бәрі. Қанша адам? 9 адам. Қайттан жіберіп көрші. Қайттан жіберіп. Олар код емес, ең төбесіне подключиться конференцию Zoom дегенді басу керек, астындағы емес. Жасылды баспайды. Кіріп отырыңыз дейді. Сол үшін осы сұраққа
сиздердин максаттарыңыз кандай? Бүгүнкү такырыптан алып кеткилериңиз келип аткан. Негизи даусум калай чыгып атат? Микрофону баардыгы өтө жакшы болу керек негизи. Даусы жакшы. Телефон Айжан даусун каттыраак чыгарсаңыз болот. Жакшы эстилип тур. Бүгүнкү максаттарыңыз марафонго катышуудагы кандай? Акча потогун ашуу. Керемет. Бул да бунун катысы бар акча потогуна. Дагы мен эркин өмүр сүргүм келет. Сол максатымдын баарын Кудайга тапшыруу. Айфон. Жакшы. Дагы кандай варианттар бар? Сол сценарийди өзгөртүү. Потенциалымызды дурус таанып, эмне каалайсың сону табуу. Жакшы. Өмүрүңдү өзгөртүү. Жакшы жакка карым катнаш күйүү менен доверияга үйрөнүү, Кудайга шексиз сенүү, табыс көбөйтүү. Бүгүнкү такырып осулар акча менен карым катнаш. Бул да керемет. Акчага карым катнаш буну да түшүнөсүздөр. Карым катнашты да түшүнөсүздөр. Эмне үчүн бул карым катнашта дурус тиимдүү эмес аракеттер жасалынып жатканы, негативди. Микрофонду өчүрүп койсоңуздар. Ойду өзгөртүү, өзүнүн шексиздигине сенүү дейди Роза. Көне стандарттардан арылуу өтө жакшы, ойду өзгөртүү. Өз жолунда тауып, эркин акча табуу, стратегия куруп үйрөнүү. Аружан керемет. Кайталама беретін дүниеден арылуу. Кудай кааласа, бүгүн арыласыздар. Маңызды сценарий калай калыпташат, сонун баардыгын өтөбүз. Кудай кааласа казыр. Одан кийин эки адамга тикелей разбор болот. Сурактарыңызга байланыштуу колдоруңузду көтөрүп, сол кезде өздөрүңүз сурактарыңызды сол жерде койсоңуздар, прямой, тикелей. Эгер өздөрүңүздү көрсөтүүгө уялатын болсоңуздар, камераны коспай, баштысы сиздин күйүүңүз. Сол күйүүңүздү накты разбор жасаган кезде стабилдүү табыска чыгуу. Көп рахмет устаз. Жакшы. Рахмет. Баршаңызга рахмет. Енді қараңыздар, көп адамдардың болып жатқан нәрсесі, жаңа айтылып жатқан нәрсе, барлығы бейсаналы түрде орындалады да. Чатты былай қойып қояйын. Түрім полный көрініп тұр экранда барлықтарыңызға. Запись жүріп жатыр. Запись жүріп жатыр. Запись жүріп жатыр. Жақсы. Жақсы естіліп тұр, көрініп тұр. Жақсы, рахмет баршаңызға. Келгендеріңізге рахмет. Алғысым шексіз. Бүгін Құдай қаласа біраз нәрсені инсайт алып кетесіздер деп өзім сенемін. Өйткені мен өзім басымнан өткен жағдайларда пока бұл нәрсені өзіме жасамай тұрып, менде ешқандай нәтижелер артқа қарай кете беретін, қорқыныш сезімдер шығып кете беретін. Бірақ қараңыздар, бір адамдарды қарасаңыздар, керемет нәтиже алып келеді да. Бір адамдарды қарасаң, нәтижесі төмен, қанша жұмыс жасаса да. Бірақ оның барлығы неден болып отыр? Бірінші, адам ішкі күйіне түспей жатып, ешқандай нәтижеге шығу мүмкін емес. Енді қараңыздар, ішкі күй дегеніміз. Мына жерде мен сіздерге бір сызып көрсетейін. Доска сообщение жақсы Аружан. Енді қараңыздар. Кейбір адамдарда мынау жаңағы айтылып жатқан сөздердің ішінде біреулер айтады. Мен түрім көрініп тұрса ол. Енді қараңыз, бір адамдардан жасап жатқан іс-әрекеті оймен шақырса, оймен келеді дейді. Бірақ бір нәрсені қараңыздар. Сіз оймен нені шақырып жатсыз? Сіз санамен емес, көп жағдайда бейсанамен шақырып жатқан адамдар түсінбейді соны. Мысалы қараңыздар, адамдардың мынау күнделікті жасап жатқан шешімі бейсаналы шешім қабылданады. Енді қараңыздар. Оның барлығы бейсаналы шешімдер қалай қабылданады? Бұлай айтсақ, сіз бір жігітіңіз болсын, или келіншегіңіз болсын, мені алдауы мүмкін, маған измена жасауы мүмкін деген ой шақырасыз. Ойды тарттыңыз өзіңізге. Бірақ сол ойға байланысты сіздер күнделікті мені тастап кетеді. Оның соң жағы мені тастап кетеді деген ой келеді. Ал сізді тастап кететін болса, сіз жалғыз қалып кетесіз. Сол кезде сізде мынау қорқыныш деген болады.
көрініп тұр ғой, қорқыныш. Мынау қорқыныш. Мынау сіздердің қорқыныштарыңыз. Ал сіздің екінші жақтарыңызда, жоқ, менің күйеуім ондай емес, бұл ойым менің дұрыс емес деген ой келеді. Бірақ сіздің қорқыныш адамның миы, қалай ойлайсыздар, не үшін жаратылған? Мысалы қараңыз, біздің мидың бейсананың басты сұрағы қандай деп ойлайсыздар? Бейсанада бізде түпсанада нақты сұрақ бар. Өздеріңіз варианттарыңызды айтып берсеңіздер, қандай сұрақтары болуы мүмкін? Мынау сіздерге жақсы көрініп тұр, бейсананың сұрағы, қараңыздар. Бейсананың сұрағы. Микрофонды өшіріп қойсаңыздар. Бейсананың сұрағы, мен қауіпсізбін бе деген. Кез келген нәрсе қауіпсіздіктен. Сізде қорқыныш пайда болады. Ол қорқынышқа байланысты дұрыс емес деген нәрсе болады. Мысалы қараңыз, сіз күйеуіңізді мені измена жасап тастап кетуі мүмкін деген ой келуі мүмкін. Өліп қалам ба, өліп қалмасам болды. Дұрыс айтады. Самсон тағы қорқыныш үрейді ұшықтыратын сұрақтар келеді. Дұрыс. Енді қараңыздар. Қорқыныш ол сіздің күйеуіңіз мені измена жасап тастап кетуі мүмкін деген қорқыныш болатын болса, сіздің бір жағында ойыңыз жоқ, ол ондай жасап жатқан жоқ қой, ондай жасайтындай менде себеп жоқ қой деген ой болуы мүмкін. Бірақ сіз оны күнделікті өзіңіз ойлай берген сайын, кәдімгі алдында бұрынғы бір рилстарды қарасаңыздар, ер адамның артына түссе, КМБ-дан да артық тексереді деген бар да. Әйел адам еркекті тексерген кезде телефон тексереді. Тексермейтін жер жоқ. Тау бола береді да. Қорқыныш, ол қазір оны түсіндіремін, оны қазір. Қорқыныш болмаса да емес, бейсаналы түрде ол болып жатқан нәрсе. Қорқыныш бар жерде сізде екінші ойыңыз бар. Дұрыс емес, ол ондай емес шығар деген ой келеді. Бірақ соның ішінде алаңдаушылық пайда болады. Алаңдаушылық. Сіз алаңдап жатсыз. Ал сіз қорқып алаңдап жатқан кезде денеден химия бөлінеді. Ол кортизол. Енді қараңыздар. Сіздің тағы бір мысал. Бұл жерде вариант өте көп. Даусым дұрыс естіліп тұрса, давайте қайттан кері байланыс күтемін сіздерден. Даусым дұрыс естіліп тұр ма мен? Жақсы естіліп тұр. Все, жақсы, Индира. Енді қараңыз, қорқыныш. Енді тағы бір мысал келтірейін. Сіз көлік алдында бір эфирде сіз сұрап қалдыңыз. Көлік айдаудан қорқам деп. Енді қараңыз, сізде право бар, көлік айдағыңыз келеді, бірақ қорқыныш сезімі келеді. Бір жағынан ойлайсыз, менен жасты, менен үлкендерде айдап жатыр ғой деп, екінші сіздің нұсқаңыз сізге айтады, ол болады ғой айдауға. Сізде бірақ қорқыныш бар. Қорқыныштың салдарынан бізде мазасыздық, алаңдаушылық пайда болады. Ал алаңдаушылық пайда болған кезде адамның ішкі кортизол бөлінеді, стресс. Бұл айтқан кезде стресс, кәдімгі адамның денесі стрессте болып жатыр. Сол стресстердің салдарынан сол ситуацияны сізге алып келеді, не болмаса мүлдем көлікке отырғызбауға әрекет жасайды. Сіздің миыңыз 95% содан шығып жатқан нәрсе, бейсаналы түрде. Сіздің қорқынышыңыздың салдарынан екі жақ алаңдаушылық пайда отыр, мазасыз күйде, стресс постоянно. Стресс алып жатқаннан кейін біздің ми бізді аман алып қалу керек. Бізді қауіпсіз сезіндіру үшін көлікті бір күні болмаса бір күні көлікке отырған кезде ДТП-ға түседі, оны өзіңіз оймен тарттыңыз, бірақ сіз оны өзіңіз тарттым деп ойламайсыз, бірақ сіз өз-өзіңізді ақтап аласыз. Мен айттым ғой мұны. Әйтеуір, қыстың күні көлік айдайтын болсаң, сен ұрмасаң, сені келіп ұрып кетеді деген өзіңізді өзіңіз көндіріп аласыз. Ол мазасыздықтың салдарынан, сізді стресске апармаудың салдарынан, сізді қорғап қалудың салдарынан осы нәрсені сіздің өміріңізге алып келеді. Жаңағы тағы екінші мысал. Сіз жұмысқа кіруге бір жұмыс ашайын деп жатсыз, бизнес. Бизнесті ашқаннан кейін бизнесті жүргізіп жатсыз, бірақ жаңа партнерлармен кездесу керек, жаңа әрекеттер, ақша төлейтін жерлер бар. Ақша шығарып жатқан кезде қысым болатын болса,
ақшаны жарататын кезде жаңағы кәсіп болғаннан кейін ол жерде аласың бересің деген нәрсе бар. Ал сіз соны беріп жатқан жерде сізде қысым болатын болса, тағы да стресс болады. Үлкен ақшалар жоғалтып жатсыз. Стресс болған кезде тағы да осы ситуация іске қосылады. Қорқыныш дұрыс емес, мазасыздық. Мазасыздық болғаннан кейін кәсіпті ақырып, сол үшін көп кәсіпкерлер бір жылға жетпей кәсіпті жауып қалатын содан. Бұл кәсіпкерлерге байланысты. Кәсіпті жапты, сөйтеді де өз-өзін ақтап алады. Өйткені организм, адамның өзі, миы осыны сізге тартып алып келеді мазасыздықтың салдарынан. Стресске түсе бермес үшін ол жақ қауіп екенін көрсетіп тұр. Ол жақ қауіп, сол үшін ол нәрсені саған жасамай ақ қой дейді да, бейсаналы түрде осы ситуацияны өзіміз тартып аламыз. Сөйтеді да мен білгем негізі бұл бизнес жүрмейтінін, потому что бұл бизнес мен үшін емес. Негізі мен бизнес жасауға жаралмағам деп өз-өзін ақтап алады. Жаңағы қарым-қатынасқа байланысты да қыз баласы болсын, күйеуін жаңағы қызғана береді. Бір күні артынан аңдып ұстап, уже қызғануға өзін себебі бар, өйткені ол что-то не то, бір нәрсе жасап жатқан әрекеттері не то оның. Сол үшін мен оны тексердім, ақыры ұстап алдым дейді. Бірақ ол сол ситуацияда қызғаныш пайда болған кезде, оның әрбір ісіне күмәнмен қараған кезде қорқыныш сезімі болады. Мені тастап кетеді, мен олсыз қалай өмір сүремін? Ақырында мазасыздық, алаңдап, үрей туылады. Сол үрейлердің барлығы стрессті әкеліп тұрғаннан кейін ми сол ситуацияны өміріне алып келеді. Ал көбісі нумерология дейді, манифестация деп жүр, другая ветка реальности деп жаңағы. Оның барлығы қаяқтан келіп жатыр? Мына мидың жұмыс жасап жатқан әрекеттерінен. Сіздің жасап жатқан, күнделікті болып жатқан нәрсенің барлығы сіздің стрессті болдырмас үшін мидың сізге алдыңызға әкеп беретін нәрсе. Саналы түрде емес бұл. Бірақ қазір сіздердің көпшіліктеріңізде бұл нәрсе жоқ, ол мүмкін емес, ондай емес деуіңіз мүмкін. Мен сіздер түсінемін, мен де басында солай ойлағам. Бұны сіздер анализ жасаған кезде ғана түсінеді адамдар. Өйткені сіздің жасап жатқан іс-әрекетіңіз үйдегі күнделікті ұрыс керіс неден пайда болып жатыр? Ода қорқыныш бар. Мазасыз, күнде мазасыз, аңдумен өмір өтіп жатыр. Сол кезде өмірі стресс болып жатқаннан кейін ми сол ситуацияны алып келуге әрекет жасайды. Алып келеді, алып келгеннен кейін бір рет өкініп жылап алады. Мен білдім ғой бұл. Ақыры ұстап алдым ғой соны. Енді мен бұмен өмір сүрмеймін дейді да. Сөйтеді де біраз қайғырып, одан кейін ары қарай өмірлік сценарийін сүре береді. Сол сияқты адамдардың өмірінде болып жатқан нәрсенің барлығы сіздердің мынау бейсаналы түрде орындалып жатқан нәрсесі. Бірақ сіздерге бір жақсы жаңалық бар, өйткені бұның барлығы қайта жазылатын бағдарламалар. Кез келген нәрсе. Сол үшін бұл өмірде мынау Ньютонның заңы бар ғой, үшінші заңы. Кез келген күшке қарсы күш табылады дейді да. Сіздердің кішкентай кезіңізден, балалы кездеріңізден келе жатқан осы программалардың барлығын қайтып жазуға болады да. Түсінікті болып жатыр ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті болса, түсінікті. Мынау қорқыныш дұрыс емес, мазасыздық қаяқтан пайда? Не үшін сіздердің өмірлеріңізде сіз қалаған нәрсе, бұл ең көп тарағаны прокрастинация мысалы. Прокрастинация деген не екенін түсінесіздер ма? Адам бір нәрсені қалап тұрады, бірақ оны жасай алмайды да, жасағысы келмейді. Оның артында не бар? Қауіп бар екенін сезіп тұр. Мидың, қараңыздар, бұл саналы түрде емес. Сіздің жасап жатқан іс-әрекеттеріңіздің барлығының артында бұл маған қауіпсіз бе деген сұрақ қайта жазу мүмкіндігі болса, әрине, барлық нәрсе. Сол үшін Ньютонның үшінші заңдылығы. Кез келген күшке қарсы күш табылады дейді. Түсінікті болды ғой, енді ары қарай кетеміз. Қазір мен мынақтан шығайын. Екінші сценарийдің, қараңыздар, өмірлік сценарийдің, мына жерде мен қазір слайдтарым бар еді, сценарийдің түрлері. Үш негізгі түрі бар сценарийдің, өмірлік сценарийдің. Біріншісі, бұл жеңімпаз. Оны барлығыңыз естіп жүрген боласыздар, жеңімпаз дегенді. Сойып қоясың. Жеңімпаз деген
қандай іс-әрекет жасаса да керемет нәтиже көрсетеді да. Ол тек қана кәсіпте емес, өмірде, қарым-қатынаста ол адамдар жеңімпаздар, бірақ бұл өмірде, рахмет, жеңімпаздар бұл өмірде өте көп емес. Екінші сценарий, орташа сценарийдің жасырын түрі. Орташа көп адамдар, қазір сіздер осы жерде отырған болсаңыздар, орташа сценарийдің кейпінде болулары мүмкін. Өйткені үшінші сценарий бұл жеңілген адам. Жеңілген сценарийде адам ол уже өзгерту өте қиын жеңілген адамды. Жеңілген адамның өмірі уже былай бомжға дейін барған уақыттарда оларды өзгерту өте қиын. Ішіп кеткендер, бітті уже менің бұл өмір маған қызық емес дейді да. Уже өмірдің бәрін түсіндім, бұл өмір маған қызық емес, барлығы арам. Ал орташа сценарий, основном көпшілік, 90% адамдардың, сүріп жүрген адамдардың көпшілігі, 90% бұл орташа сценарийде жүр. Орташа сценарийдегі адамдар, оның көпшілігі, барлығы деп айта алмаймын, көпшілігі өкіметті жамандауы мүмкін, істеген қылықтарында болмай қалған жағдайда бастығын жамандайды, серіктесін жамандауы мүмкін, қарым-қатынаста әйелін жамандайды, немесе әйел адам болса күйеуін жамандайды. Өзінің жасап жатқан іс-әрекетіне байланысты менің ешқандай қатысым жоқ. Бұл позиция жертвы, емес, орташа сценарий. Позиция жертвы бұл жеңілген адамның сценарийі. Жеңілген ол уже бітті, оны өзгерту мүлдем дұрыс емес та, қиын оны өзгерту. Ал орташа сценарийде жүрген адамдардың көбісі бұл жертвада емес, бірақ жартылай бар ол жерде. Өйткені ол адам көп жағдайда өзін кінәлі сезінбейді. Всегда басқа біреулерді кінәлайды, жасап жатқан іс-әрекетіне байланысты. Ол түсінікті ғой, бірінші жеңімпаз. Қарасаңыздар, қуанасында ол адамдарға. Жасап жатқан іс-әрекеттері бір андай бірден болып кетеді, еш жерде ешқандай эмоция алмайды, андай қуаныш сезіммен жүреді да. Келесі ары қарай кеттік. Мен мына жердегі слайд-шоуды қосып қойын. Сіздерге көрінбейді екен ол слайд-шоу. Енді осы сценарийлердің барлығы бастапқыда қайықтан келеді. Бізге ең қызығы осы. Бастапқы сценарий ата-анамыздан келеді. Туылғаннан бастап 7 жасқа дейінгі уақытта. Игнатий Леон деген кісі, Игнатий 15 ғасырда өмір сүрген. Сол кісінің бір сөзі бар. Өзі жаңағы адамдарды тәрбиелеуге қатысты бағдарлама құрастырып шығарған 15 ғасырда. Сол кісі 7 жасқа дейін баланы маған әкеп берсең, ол қандай бала болатынын мен сізге айтам деген да. Кез келген адам шығаруға болады. Мысалы қарасаңыздар, жаңағы айтып жатқан нәрсе, бір адамнан артықшылығы жоқ, бәрі бірдей. Бірақ ішкі эмоциялары, ішкі сезімдеріне байланысты, орнатылған бағдарламаға байланысты әрқайсысы әртүрлі өмір сүреді. Екі егізді алатын болсаң, екеуі екі түрлі ситуация. Мысалға, менде бір екі оқушы оқыды, егіз бала. Бірақ біреуі егізі, інісі сынары үшін барлық жағдай жасайды. Жағдай жасағанда жаңағы оқуға түскен, өзі түскен, сынары үшін, бірақ екеуі де оқуды оқып жатыр. Емтиханға кірсе, именно сүндет кіріп шығады. Жүргізуші куәлік алу керек болса, сүндет кіріп шығады. Бірақ енді ертеңгі өмірі сүндеттіңкі әділетке қарағанда басқаша болады да. Ол өйткені жеңімпаздар қатарына түседі. Анау екеуі екі жаққа кеткен кезде үйленіп, әділет қиналып қалуы мүмкін сүндетке қарағанда. Сол үшін сүндет үнемі соның орнына жасап жүрген. Бірақ екеуі егіз. Екеуінің ойлауы, екеуінің істеп жатқан әрекеттері екі бөлек та. Енді қараңыздар, кішкентай бала туылды, туылғанның өзінде роддомнан шықпас бұрын анасынан туылған кезде ол уже бір стресс алады. Туылғанның өзінде. Кейбіреулер ішінде жатқанда да стресс алады. Ананың ішінде жатқан кезде оны
жаңа алдырып тастайтын әрекеттер жасап айтатын болса, анау баланың уже эмбрионның өзі әрекет жасап балаға болайын деп тұрғанның өзі қашуға тырысады. Даже ондай ситуациялар болған, бала қашып тығылып қалған, внематочный тығылып қалған ситуациялар болған. Сол сияқты бала туылған кезде шырылдап жылап туылады, ол кезде бір стресс алады. Бірақ алла тағала біздің адамның миына программаны енгізіп қойған, барлығы аман қалу, қауіпсіз сезіну негізі. Ал кішкентай бала туылған кезде ананың тербеткені, ананың сүт бергені, құшақтағаны, сипалағаны, эмоциясы барлығы біртіндеп беріле береді балаға. Анадан кейін. Бірақ өсе келе отбасыға байланысты бала неше түрлі установкалар қалыптаса бастайды. Ата-ананың бұйрығы бар, мысалы, неше түрлі бұйрықтары бар. Сабақтың аяғында мен сіздерге түсіндірем, қандай ол бұйрықтарды қалай жеңуге болады, қалай проработка жасау керек. Сол сияқты бала өсіп келе жатқан кезде қарапайым, мысалы, папасына барды, пап, ойнасақ бола ма дейді. Папасы, жоқ, менің қолым тимей жатыр, мен жұмыс істеп жатырмын дейді. Сөйтіп мамасына барады, мама, сізбен ойнасам бола ма дейді. Тамақ істеп жатырмын саған, ойнашы. И бала сол кезде бірінші уже сезімдер пайда болады. А ол сезім баланы негізі өмірді түсіну үшін установкалар болу керек, бірақ ол бала мен керек емеспін деген сезім қалыптасады балада. Мен ата-анама керекпін ба өзі деген. Сөйтіп установкалар біртіндеп бала мысалға мамасына қарайды, мамасы мен әкесі қалай өсіп жатыр. Сол үшін бізде қазақта мынандай мақал бар ғой. Әкесіне қарап, әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер деген. Сол сияқты мамасы не істеп жатыр, соны қайталай бастайды. Әкесі не істеп жатыр. Сол үшін туылғаннан бастап 7 жасқа дейін әке шешенің айтқан сөзі 100% ол шындық болып есептелінеді балаға. Ол 100%, ол өтірік емес, шын. Одан кейін бала қарамағаннан кейін, оған назар аудармағаннан кейін кішкентай балдарды қарасаңыздар, деп жылап, ыңырсып жүреді. Өзіне внимание аударғысы келеді. Кейде болады, мүлдем назар аудармаған кезде бала ыдысты сындырады, үйде бір нәрсені құрта бастайды. Соған қарап, өзіне назар оппа, мен осылай жасасам, негатив арқылы мен назар аудартуыма мүмкіндігім бар екен деп ойлайды. Бірақ көп жағдайда, көп емес, основной жағдай бұл бала қауіпсіз сезіну, өзінің керек сезіну. Одан кейін ата-ананың бұл жерде ең маңыздысына келдік. Бұл бала кезден қалыптасқан программалар ата-ананың бұйрығынан келеді. Ең бірінші бұйрық. Өзің үшін өмір сүрме. Мысалға бала өзінің мамасы, мысал қараңыз, бала туылды, өсіп келе жатыр, оның артынан тағы бір бала или қыз туылуы мүмкін, ағайынды, мысалы. Бірақ бала үлкен болғаннан кейін балаға айтады, сен ағасысың, осы қызға сен қара, или сен әпшесісің оған. Осы балаға сен қарау керексің. Мынау баланың бір жеріне бір нәрсе болатын болса, мен сені аямайын. Ал қауіпсіз болу үшін ананың айтқанын, атаның айтқанын істеуге әрекет жасайды. Сөйтіп бала өзі үшін өмір сүрмейді. Былай айтқанда, інісі үшін или сіңілісі үшін өмір сүре бастайды. Өйткені бұл ата-анадан келген бұйрық. Жазып алсаңыздар болады. Ертең, өйткені қазір сіздерге осыған байланысты, қайсысын сіз ішіңізде өзіңізді көріп тұрсыз, соған байланысты. Үнемі балаға қарау, өзінің қажеттілігін өзі айта алмай, өзі үшін емес, біреу үшін өмір сүріп кетеді. Ал бұндай адамдар өскеннен кейін де өзі үшін өмір сүрмейді, басқа адамдар үшін өмір сүре бастайды. Жертваларға көмектесу, жаңағыдай жауапкершілік өте көп алып тастайды өзіне, өзі үшін өмір сүрмейді. Тек қана көп балалы отбасы болғанда солай шығар. Индира, көп балалы отбасы. Бірақ енді бұл жерде мына нәрсені түсініңіздер. Мен ата-аналарға қарсы шығу емес, баланы мына нәрсені түсініп алыңыздар. Балаға шектеу қоюда емес бұл жерде. Шектеу қойылу керек, бірақ физически түрде емес. Сол үшін кішкентай кезінде бізде қазақтың негізі сөзі керемет қой. 7 жасқа дейін қан сияқты қара деген, қаншайым қан сияқты қарау керек деген. Ол біздің ауыз
екі тілмен мақалдатып қазақ ата бабамыз керемет жеткізіп кеткен тәрбиелік мәнді. Сол үшін кішкентай кезінде ол баланы хан сияқты өсіру, одан кейін құл сияқты жұмса деген, оның бәрі бекер емес негізі. Сол үшін кішкентай кезінде 7 жасқа шейін оған мүмкіндік беру керек развиваться ету үшін. Бірақ бізде ол ата анамыз оны бермеген үшін ата анамыз кінәлі емес. Өйткені баяғыда бұл білімдер болғанымен бізге келген жоқ ол білімдер. Біз оны пайдаланып өзіміздің бала шағамызға қолданған жоқпыз. Мысалы менің балам өзі қалтасында ақша тұрмайтын, миллиондап табады, 2 миллиондап табады, бірақ қалтасында ақша тұрмайды. Қанша счетыңда ақша бар десем, 500 мың. Қанша таптың бұл айда? 2 миллион 400. 2 миллион 400 тауып жүріп, қалтаңда сонда 500 мың теңге ма? Иә, 500 мың. Ақшасын қайқа құртып жатыр? Ақша келсе қауіп деп сезінеді. Өйткені кішкентай кезінде, кейін оны баламды проработка жасап тастадық қой, бірақ проработка жасамас бұрын балам ақшасын ұстап жүрген кезде бейсаналы түрде ақшаны қауіп деп сезінетін. Өйткені 6 жасында 1-ші класс оқып жүрген кезде, 1-ші сыныпта проработка жасаған кезде оның алдында ұрғаны есінде емес еді, бірақ проработка кезінде есіне түсті. Қолымда белдікті, темір жағын ұстап алғамда, бірақ мына жағы кожа жағын қолыма ұстап алып, ақшаны, менің ақшамды алып жаратып қойған ғой, енді 20 мың 30 мың теңгені. Пачка тұрған ақшадан алып жаратқан, тағы мойындаған. Оны кім алды деп мен сұраған едім, келіншегім айтты, Нұрдәулет алыпты, оны сұраған едім деп. Сөйтіп Нұрдәулет жаратқан ақша, қалған ақшаларын өзінің бүйтіп қалтасына әдемілеп сақ қойған екен. Сосын мен оны көрдім да, сен нағып ақша ұрлайсың. Ол енді бала ғой, ол қаяқтан білсін. Қолымдағы белдікпен ұрғаннан кейін ойнап күліп жүрген баланың өзі өскен кезде сол таяқ жегеннен бастап уже тұйық бола бастады. Сол нәрсені біз проработка жасаған кезде бір өксіп алды да, оны жіберді, одан кейін ақша жинала бастады да, оға дейін ақша жинай алмайтын даже. Мына финансовый потокты түсініп жатсыздар ма? Тесік шелек дейді бұны. Адам кішкентай кезінде көрген бір зәбіріне бола сол установка болып қалып кетеді да, бұл маған қауіп деген, бұл нәрсені жасауға болмайды. Ақша қолына түсе ме, құтылуға тырысады. Саналы түрде ақша тапқысы келеді. Жұмыс істейді. Не деген жұмыс істеп жатыр да, қандай жұмыстар істейді. Азынан кешке шейін түнімен телефонда монтаждар жасап, бірақ қолында бір айлық табысы 2 миллион, 2,5 миллион табыс келсе, қалтасында 400 мың, 500 мың, 300 мың сондай ақша тұрады. Қалған ақша жаратып қойды. Неге? Өйткені өзінің сұрағы сол кезде, маған ақша түссе, мен бірден таратып жіберуге тырысам дейді. Қарсы сұрайма, бірден беріп тастайым, мамама берем, аняқа берем деп. Сол сияқты ақшаны ұстап қала алмайды. Тесік шелек сияқты да. Келесі, өзің болма. Бұл ата-ананың бұйрығы. Бала өз өмірін сүргісі келеді. Кішкентай кезде бала туылғаннан бастап өмір сүріп келе жатқан кезде, бұл уже ата-анасы айтады. Біз екеуміз де мұғалімміз, немесе екеуі де дәрігер, немесе біреуі актер, біреуі актриса, сен де актриса боласың дейді. Сосын қыз, жоқ, мен басқа саланы таңдағысы келеді. Мен ұшқыш болғым келеді дейді, мен анау болғым келеді, бірақ мен юрист болғым келеді дейді. Сен қандай юрист? Сенен юрист шықпайды. Или болмаса мектепке кіріп ал дейді. Мектепке мұғалімдікті оқы, тыныш қана мектепте отырасың. Кейбіреулер айтады, медсестраны бітіріп ал, дәрігерді бітіріп ал. Дәрігер болып, айлығың да жақсы, адам емдеп ақша табасың. Ал оның потенциалы дәрігер емес еді да. Оның потенциалы мүлдем басқа еді. Өзі қалаған нәрсені жасамайды да. Мысалы, мен балам түсем деген оқуына өзі түсті. Бір тиын берген жоқпыз. Өзі қалаған оқу еді, информатика. Қызым да тура сондай. Еще президентский стипендия алуға да алған кездерде болды, қызымның 2-ші курстарда. Сол өзінің оқып жатқан оқуына өзі тегін түсті. Мен осындай оқуға түсем деді да, өзі түсті. Неге? Өйткені анасы айтты, ой, мектепке кіріп мұғалім болса да жақсы болатын еді ғой, тыныш қана күйеуге тиеді, айлығын алып, өзінің айлығы өзіне. Жоқ, өзінің қалаған ісімен айналсын, өзі біледі. Кішкентай қыз емес, өзінің таңдауы актриса болса, актрисаны оқысын деп. Сол үшін өзің болма деген жоқпыз біз, өзің болды. Ал көп ата-аналар осы жерде өзің болма деп, олар енді баланы өзінен артық болғанын қалайды ғой. Кез келген ата-ана еш уақытта
өз ата аналарыңызға теріс қараудың қажет жоқ. Бұл программалар бар болғаннан кейін сіздер осы жерде отырсыздар бәріңіз. Ал бұл программа болмаса, сіздерге бұл сабақ бұйырмас еді. Бұл программа жеңімпаздардың қатарында болсаңыздар. Одан кейін келесі бала болма. Бұйрықтар. Бала. Кішкентай бала өсіп келе жатқан кезде уже сен уже ағасың, сен уже әпшесің. Неғып сен былай қарқылдап күлетін болса, ата-ананың бұйрығы болуы мүмкін. Ол ерсі, үйтіп күлмейді. Сен кішкентай бала емессің ғой, неге сен үйтіп күліп отырсың дейді оған ата-анасы. Сосын ол үйтіп күлуден өзінің эмоциясын тия бастайды. Мен үйтіп күлмей-ақ қояйын, маған үйтіп күлуге болмайды деген ой келеді да. Значит, бұлай күлген дұрыс емес. Ал өзі өскеннен кейін жұмыс жасап жүрген кезде, достарының қасында жаңағыдай күлгісі келген кезде, осы эмоция бейсаналы түрде қатты күлгісі келгеннің өзінде басады да эмоциясын деп жымиып қоя салуы мүмкін ондай адамдар. Бірақ ішіндегі эмоциясын жаңағы қарқынды күліп шығара алмайды. Өйткені бала болма, оған кішкентай кезінде бала болма деген. Бала сияқты жаңағы істеп жатқан әрекетің кішкентай бала сияқты, не мынау деген сияқты. Одан кейін өспе деген. Балаға өспе. Сен әлі кішкентайсың. Бұл жерде бала өсіп келе жатыр. Ол өзінен білмей кішкентай кезде басып. Бала негізі қателік жасауға дайын болу керек та. Қателік жасады, оны қателік тәжірибе алды. Бірақ дұрыс емес екенін өзі түсіне бастау керек. Бірақ бізде сен бала болма, өзің үшін өмір сүрме, өспе. Өспе деген жерде бұның концепциясы, бала өсіп келе жатқан кезде өзі жауапкершілік алып бір нәрсені жасағысы келеді. Сен әлі кішкентайсың ғой, сенің қолыңнан келмейді. Менің басымнан өткен нәрсенің бірі, мысалға, мен жаңадан үй алғанбыз, үйдің ішінде лестница бар еді, лестницаны ағама краскіле деді. Мен ағам келем дегенше мен ерте барып қойғам үйге. Сөйтіп мен красканы алдым да, ақ краскамен краскілеп жатқан едім. Әкем жүгіріп келді да, сен әлі кішкентайсың ғой, краскілеген не бұл? Сөйтіп маған айқайлап, ұрсып, бұл жерде сен әлі кішкентайсың. Бұл уже программа. Ал сен өскен кезде де сен бір нәрсені жасайын деп жатсаң, сен әлі кішкентай сияқты жауапкершілік алмайтын адамдар болып өседі бұл жерде. Бірақ бұның барлығы қайта жазуға болатын бағдарламалар ғой, негізі барлығы. Одан кейін ештеңе істеме. Бала өсіп келе жатыр. Мынандай өзінің ойын айтып, өзінің көзқарасын айтып жатқан кезде, бұл жерде тура бала өспе дегенге келеді. Сен ақ істемей-ақ қойшы соны, басқалар істей берсін. Сен қолыңнан келмейді ол. Ол мынау үлкен адамдар жасайды. Қалай қайта программа? Қазір оны түсіндірем. Қалай программа жасауын. Одан кейін табысқа жетпе. Икемсіз. Сен қолыңнан келмейді, сен істемей-ақ қойшы дейді оны. Одан кейін табысқа жетпе. Табысты адамдарды үнемі жамандап, табысты адамдардың арам екенін айтқан кезде бала сол программамен өседі. Өскен кезде байлардың бәрі арам, байлар арам ақшамен тауып жатыр, анан ұрлады ғой, ол сондай, сол үшін ол табысқа жетуді қорқыныш сезінеді. Бұндай адамдар табысты мүлдем ойламайды. Алдар көседегі сараң бай мысалға. Алдар көсенді түсірген адамның өзі, сол сценарийді жазғанның өзі, байды сондай қылып көрсетуге тырысқанда табысқа жетпе. Байлардың бәрі мынандай деп. Сіздер егер таныстарыңыз болатын болса, бай адамдармен араласатын болсаңыздар, мүлдем басқаша болады. Одан кейін келесі көзге түспе.
көзге түспе. Бізде қазақта көп айтатын сөздердің бірі ғой. Ә, елдің алды болма, көз тиеді. Елдің арты болма, сөз тиеді. Елдің ортасында жүр. Сол кезде тыныш жүрсең тоқ жүресің, тоқ жүрсең думаланып көп жүресің деп, сондай нәрселермен бізді кішкентай кезімізден көзге түспе, тыныш жүр. Сол үшін қазір кейбір адамдар инстаграмға шығып, өзінің потенциалы бар, бірақ ол инстаграмға шығайын десе не үшін шыға алмай жатыр, ішіндегі қандай кернеулер бар, қазір түсінесіздер оны. Осы сөздердің барлығы жазып алсаңыздар, қазір түсінесіздер мынаның бәрін. Келесі. Сен ғана ойламай ақ қойшы. Қазір ойлама. Сен ойламай ақ қойшы. Өзінше ақ болып кетеді осы бала. Мынандай жасасақ болады ғой, сен ақылыңды айтып, бір басқа көзқарасыңды айтып жатсаң, сен ғана ойламай ақ қойшы деген бұйрық болуы мүмкін. Сол үшін ол өскеннен кейін мысалға конференция болып жатады. Конференцияда адамдар, иә, Айжан, сіздің ойыңыз қандай десе, жоқ, мен бәріне қосылам дейді. Тойға барған кезде де, тойда сөйлейтін болса ол кісілер, негізі алдағы айтқандар жақсы тілектерге қосылам, өткендер келесі менен кейін айтатындарға да қосылам деп, өзінің жеке пікірі болмайды, олар үнемі қосылып жүреді. Ол ойлама, өйткені оның установкасы ойламау керек болғанда кішкентай кезінде. Келесі, жақын болма. Бізде де көп балдарды осылай тәрбиелейді да. Мен мысалға әкесі айтып, или анасы айтуы мүмкін, танымайтын адаммен сөйлеспе. Танымайтын адамдар, олар ұрлап кетеді. Танымайтын адамдар сені, иә, дұрыс, бір жағынан танымайтындармен сөйлеп, бірақ танымайтын адамдардың жаңағыдай баяғыда бізді жойт деп қорқытатын, дуана келіп алып кетеді. Танымайтын көшеде біз дуана десек қашатынбыз үйге қарай. Сол үшін мен өскеннен кейін танымайтын адамдармен бірінші жолыққан кезде, пока онымен дұрыс жақын сөйлесіп, оның қауіпсіз екеніне көзім жеткенше, менде оған басқаша үрей тұратын, иә, үрей. Осының бәрі қорқыныш қой, үрей болмас үшін адамдардың ішкі күйі осы нәрсені шығарады да, сол кезде мысалы көпшіліктің алдына шығатын кезде де ол қандай өзі кішкентай кезінде сен ойланбашы, сен қолыңнан келмейді, сен әлі кішкентайсың ғой деген сияқты. Одан кейін өзіңді жақсы сезінбе. Көп күліп ойнап жүрген кезде ата-аналардың көп айтатын бұйрықтарының бірі болуы мүмкін. Өйткені ата-аналарда күліп ойнап бір нәрсені сындырып қойған кезде, мен саған айттым, ұрады да таяқ жегеннен кейін айтады, мен саған айттым ғой, көп күлген бір жылайды. Ана өзін одан кейін бұл орташа сценарийде өмір сүріп жүрген адамдардың көпшілігінде болатын. Өмірінде бірде подъем болады, қуаныш келеді. Бір қарасаң кәсібі төмен түсіп кетеді, бір қарасаң өмірі бір қалыпты өсу жоқ та, постоянно былай. Өйткені бұда өзіңді жақсы сезінбе. Жақсы сезінше артынша бір программа тұрады, күн бар, түн бар деген сияқты баланс болу керек. Қазір чересчур жақсы болып кетті. Мынау ситуациядан кейін обязательно маған бір басқа нәрсе келуі мүмкін деп, өзіне өзі сол нәрсені үрейдің салдарынан жақсылықтың артынан жаңағыдай жаманшылықты өзі шақырып тұрады, бейсаналы түрде. Мұның барлығы былай айтқанда проработка жасап тастайтын нәрселер ғой. Одан кейін сезбе. Бұл да өзіңді жақсы көрме дегенмен келеді. Сезбе. Бұл өсіп келе жатқан кезде основном қыз балдарға айтылатын сөз ата-аналардан: мама, мен ана баланы даже айтуға ұялады, мен жақсы көріп қалдым десең, сен сезбей ақ қойшы, сезім деген не тенің көрініп тұр ғой көтенің деп жаңағыдай әңгімелерді айтып, сен ондай сезімді сезуге әлі жассың. Мектепте даже бізде болды, мен қазір біреуіңізге жасаймын, түсіндірем ғой.
осының барлығы қайсысын көріп тұрсыздар өздеріңізден, соны жазып алыңыздар. Соған байланысты екі адамға жасайын, өздеріңіз кейін түсінесіздер оны. Мысалы, мектепте өлең айтып жатырық. Өлең негізі жас жұбайлар туралы өлең болды. Аққайындар деген. Сөйтіп жаңағы апайымызды, класс жетекшімізде енді жарайды осы өлеңді айтсаңдар, ол кезде сиқырлы қазан деген болатын. Мұғалім жаңағы завуштар сол өлеңді айтқанымыз үшін бізге жаңағы жас жұбайға да өлең, сіздер 6-шы класстың балдарсыздар, қыздарсыздар, сіздер жас жұбайлар туралы өлең айтуға әлі ерте. Сөйтіп шектеулер қойып тастаған мектепте қойған шектеумен солай өстік қой. Бірақ мынау ата-аналардың қойған нелер, шектеулер. Бірақ біз бұны бейсаналы түрде осылай жасап жүреміз да. Түсінікті болды ма? Енді қай сценариймен өмір сүріп жүр екенсіздер? Өздеріңіз чатқа жазсаңыздар. Бұны айта берсе өте көп негізі. Өте көп. Бұл қарапайым, бірнеше бір және дәл солардың шектеу. Ақшаға байланысты бұл қорқыныш дейді Дони. Давайте, жұрттың баласы. Жұрттың баласы. Барлығы дейді. Мынаны көріп тұрсыздар ғой. Бүйтеміз қазір. Кімде қай ситуация қатты эмоция беріп тұр? Соған қазір бір разбор жасап жібереміз. Екі адамға. Дайын болсаңыздар, қолдарыңызды көтерсеңіздер. Жақсы, қорқыныш. Gold. Сізде бар ма, саған бұл не керек дейді. Барлығы табыс таппа, маған жасаңызшы дейді. Айдана, кеңіз. Микрофонды қосыңыз. Микрофон кнопкасын басыңыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Айдана. Видео қосайын ба? Өзіңіз білесіз. Видео қоспай ақ қояйын. Баламен Жақсы. Менде мына жердегі установкалардың, сценарийлердің бірнешеуі бар да. Дәл қазір мен триггерить етіп тұрған нәрсе табыс таппа деген нәрсе. Өйткені бойымда қанша потенциал бар, опыт бар. Дәл осы нәрсе келіп мен тіреліп тұрмын былайша айтқан кезде. Қай кезде бұл естілді? Қай кезде естідіңіз бұны? Жаңа сіз айтып жатқан кезде ең бірінші ойыма келген нәрсе. Мен атам жаңа ауылдың несі болды да, директор дейді ғой. Сол кезде өзін алатын айлығы 7.000. Содан артық былайша айтқан кезде табыс табуына әжем шектеу жасайтын. Үйге артық нәрсе алып келме, ол арам, ол бірдеңке деген сияқты да. Сол маған ойыма келіп жатыр да. Лишь бы артық дүние сырттан кірмеу керек, өйткені оның барлығы арам деген сияқты. Адал жолмен ғана несеу керек, ол адал жол тек өзің айлығың ғана деген сияқты. Бір ойыма келген жаңа сол нәрсе болды. Көз жұмамыз, Айдана. Терең демаламыз да 7 секунд ұстаймыз. Қазір маған қарап алыңыз. Деп демаласыз. 7 секунд ұстап тұрасыз да, сөйтіп асықпай ауаны шығарасыз да, шығарғаннан кейін тағы 7 секунд ұстайсыз. Сөйтіп 3 рет қайталау керек болады. Жақсы. Давайте. Жасаңыз. Көзді ашпаймыз.
Аха. Жақсы. Қазір денеміздегі қай жерде кернеу болып тұр? Соны бақылаймыз. Іздемейміз. Тамағымда. Өзі шығады. Тамағымда және бүкіл денемде түйіршік тітіркеніп тұр. Аха. Тағы қай жерде? Андай затылок дейді ғой, мына бірдеңе бітеліп тұр мына жерімде прям. Аха. Жақсы, жақсы. Өзегі қай жерде? Өзегін іздейміз. Источник. Ішімде қара дыра көрінеді. Источник сол жерде ма? Иә. Басты источник. Прям Жақсы. өте үлкен, өте қорқынышты. Енді Айдана, жаңағы әжеңіздің айтқан сөзін еске түсіреміз. Сол кезде қалған установкаде ол сізге әсер етіп тұр ғой бұл жерде. Иә. Соның айтқан несін, сөздерін еске түсірген кезде кернеу одан сайын күшейіп жатыр ма? Иә, менде прям дәл қазір мынандай түсінік келіп жатыр, что мен осы суммадан артық таппауым керек, одан артық тапсам уже адал емес деген сияқты. Жақсы, әдемі. Өміріңіздің басқа ситуацияларында осы сезім кездесті ма? Жұмыс жасап жүрген кезде. Иә. Қандай ситуацияда кездесті? Есіңізге түсіре аласыз ба? Эксперттермен қарым-қатынаста әсер етті. Көрдіңіздер ме? Қарым-қатынасы уже тура сол ситуация. Енді сіз ақша артық тапсаңыз не болады? Адал емес. Адал емес. Ал адал емес ақшаны тапқан адам қандай адам? Жульник. Қандай? Жульник. Жульник. Жульник адам, былай жалпылама сөзбен айтқан кезде, ол жаман адам. Иә. Айдана көп ақша тапса, жульник жаман адам. Кернеу күшейіп жатыр ма? Прям мен уже жылап отырмын. Айдана, тағы да 3 рет қайталаймыз. Айдана, артық ақша тапқан Айдана, жульник жаман адам. Кернеуді байқаймыз. Менде ашу көтерілмейді, ашу басып тастаймын. Ашуды баспаймыз, эмоцияны мүлдем баспаймыз. Ол эмоцияны басу емес, эмоцияны шығарып тастау керек. Шығару дегенді қазір дұрыс түсіну керек. Шығару деген айқайлау емес, бірақ денемізді тыңдаймыз. Қазір қандай дыбыс шығарғыңыз келеді, сол дыбысты шығарып тастау керек. Напряжение. Давайте оған түс берейік. Түсі қандай оның? Жаңағы іштегі пустота болып тұрған, үңгір болып тұрған түсі қандай? Соған мән береміз. Түссіз кішкене сұрға келеді, қатпар. Объемы? Бірнеше қатпар. Үлкендігі? Қатты үлкен емес. Қолмен ұстайтындай мүмкіндік бар ма? Иә. Температурасы қандай? Жоқ, қалыпты. Жақсы. Енді терең демаламыз да. Көз алдымызға тура сарқырап ағып жатқан су елестетеміз. Тура сол суға жаңағы денедегі тырс тұрған, үңгір болып тұрғанды ұстап, соған тастауға тырысамыз. Дана да левый ақша алмайтынмын дейді. Қазір тағы бір адамға жасаймыз. Сізге біреу кедергі жасап жатыр ма? Айдан. Мен шығара алмай жатырмын, ананы алып тастайын десем,
Хорошо. Қазір Түп санаға тазалаймын. түп санаға шектеу жоқ Айдана. Аха. Түп сананың қолынан келеді. Бұл ескі программа. Сіздің қолыңыздан келеді. Жақсы, оныша бетейік. Бір аспаннан аппақ сәуле түсіп тұр деп елестетеміз. Тура сол кернеуге болып тұрған дененің кернеуге түсіп тұрып, лазер сияқты соны дененің барлық жердегінің өзіне алып кетейін деп жатыр. Кәдімгі инопланетяндар бетіп келіп пуп етіп алып кетеді ғой, сол сияқты алып жатқанын елестетеміз. Денеден шығып аспанға қарай кетіп жатыр. Аппақ сәуле түсіп, сол кернеуді алып кетіп бара жатыр. Бірақ өзімізге былай айтамыз, Айдана. Мен осы уақытқа шейін сенімен бірге өмір сүрдім. Сені бірге алып, сенімен бірге жүрдім. Айтамыз соны. Босаттым, екеуі де босады. Аха. Мен сенен айырылуға дайынмын. Дайынмын. Жақсы. Қалып кеткен жоқ па, байқаймыз? Жоқ, ештеңе қалған жоқ, тазаландым. Жақсы. Енді Айдана алаяқ, Айдана жаман адам. Кернеу бар ма? Айдана жаман. Денемізге мән береміз. Кернеу бар ма? Жоқ, қабылдау. Молодец. Құттықтаймын. Жақсы. Келесі тағы кім? Кімге жасайыншы? Жақсы. Көзге түспе дегенге мен жасайыншы? Давайте, кеңіз Индира. Қашып кетпесем, жақтан что-то жұмыстан естей алмаймын. Бақыт мырза, менде де көзбе түспе деген менде қосылсам бола ма? Сіз қосылып отыра бересіз ғой көзіңіз үшін. Өзіңіз істеп отыра бересіз ғой. Осыны параллельно, да, просто былай қосылмай. Хорошо. Ага, давайте. Жақсы, Индира. Терең демаламыз, тура жаңағыдай демаламыз. Демалғаннан кейін 7 секунд ұстап тұрамыз. Сөйтіп, ауаны шығарғаннан кейін тағы демалмай 7 секунд ұстап тұрамыз. Сөйтіп 3 рет қайталаймыз. Болған кезде дайынмын деп айтамыз. Сізге де рахмет, Айдана. Болды. Керемет. Сол ситуацияны еске түсіреміз. Қай кезде болды? Мен кішкентай кезімде әжемнің қасында көп жүретінмін. Мен көп алып жүретін. Сол кезде көз тиіп қалады деген көп айтатын маған. Кішкентай кезімде көзде көрінбе, көп шықпа деп айтатын негізі. Сосын жаңа әжелеріміз айтады, қалтаңа қолың салып тұр деп, тылағыңды көрсетіп тұр деген. Сосын білмей, әйтеуір қолыңа бірдеңе байлап жүр деп, сондайды көп айтатын тұғын. Жақсы. Көз тисе Индираға не болуы мүмкін? Қауіп бар ма? Иә. Жұмыс жасай алмауы мүмкін, ақша таппай қалуы мүмкін, ауырып қалуы мүмкін. Жоспарлары орындалмауы мүмкін. Не деген, сізде запрос өте көп көрдіңіз ба? Жоспар орындалмай қалса, Айдана қандай? Менде өткен жолы да айтқанмын, ылғи, егер мен армандағанымды айтсам, болмаса алдын ала айтсам, мақсатымды орындалмайды деген менде қатты сол
неше мәрте айтып көрдім, Мгм. осы қарамай істеп көрейінші деп. Оның орындалуы ұзақ болады, болмаса орындалмай қалады. Жақсы. Енді орындалмай қалса, ол Индира қандай? Орындалмай қалса, Индира қандай? Қанда тұра алмайды. Мгм. Өмір сапасы төмендейді. Ойындағыдай болмаған соң өзіне ренжиді. Мгм. Өзіне Өмір қанағаттанбай сапасы тұр. төмен, өзіне ренжіген Индира қандай? Көңіл күйі болмайды. Мгм. Не- Көңіл күйі болмағаны кімге әсер етеді? Өміріне әсер етеді. Мгм. Жан-жағына әсер етеді. Ал жан-жағына әсер етіп отыр. Кімге басты әсер етсе, Индира жаман. Басты бірінші орында бала-шағасына, балаларына. Мгм. Енді денемізге мән береміз. Қай жерде кернеу болып тұр? Менің денемде ештеңе сезілмей тұрды да, сразу Мгм. резко Бақыламаймын, тек бақылаймыз. Іздемейміз. шектерімде какой-то бірдеңе бүлк еткендей болды. Баласының алдында жауапкершілігі бар Индира қалағанына жете алмай қалса, баласының алдында кінәлі. Кінәлі Индира. Баласының алдында. Баланың алдында кінәлісің ба? Солай сезінеді. Жақсы. Баласының алдындағы кінәлі Индира. Кернеу күшейіп жатыр ма, источник? Иә, Тағы қай жерде болып жатыр? Кернеу тағы қай денеңнің бөлшегінде? прям сол жерде ұстап тұрған сияқты. Тура источник сол жерде ғой, ішінде ма? Иә, иә. Мгм. Тағы 2 рет айтып көрші. Баласына көмектесе алмайтын жаман Индира. Иә. Тағы не? Бала-шағасына өзін көрсете алмайтын, Мгм. өзі Так. дұрыс жолды көрсете алмаса, балалар тоже дұрыс жолмен жүре алмайды деген ой бар сияқты. Кінәлі Индира. Бала-шағасына дұрыс жол көрсете алмайтын Индира, кінәлі Индира. Бала-шағасының алдында кінәлі Индира. Кернеу күшейіп жатыр ма? Индира Қалыпты ұстап бала-шағасының тұрған сияқты. алдында кінәлі. Өйткені оларға жол көрсете алмайды. Өзіңе енді былай айтсаң болады. Ол сезім сенімен бірге жүрді осы уақытқа дейін. Сенің бұл жерде ешқандай кінәң жоқ. Өзің айтты. Индира, бұл сезімді немен бірге ұстап жүрген, осы уақытқа дейін ұстап жүрді, маған көмегің тиді, бірақ мен сені босатамын. Ол сезімді ұстап жүргеніне. Осы дейін ұстап жүрдің, бұған сен ешқандай кінәң жоқ, қатысың жоқ. Сені босатуға дайынмын. Сені босатуға дайын. Кернеу азая бастады ма? Иә. Енді тура алдыңда жардың үстінде тұрсын. Оң жағында вулкан, сол жағында сарқырама су ағып жатыр. Қайсысына тастар едің жаңағы кернеуді? Суға тастаушы. Енді кернеуді анықтап алайық. Түрі қандай оның? Төрт бұрышты ма, домалақ па? Домалақ тас сияқты. Температурасы? Кәдімгі жұдырықтай тас сияқты. Көгерген түрі. Температурасы ыстық па, суық па? Жоқ, температурасы бір қалыпты. Жақсы. Енді тура осы сезім, Индира, жұмысыңның барысында қай жерлерде кездесті? Осы сезім. Осы сезім
Осы кернеу. Кернеу. Осы Бір тырысқан нәрсе дененің бір нәрсе орындалмай жатқан кезде. Мгм. Өйткені ол орындалмайды ғой, өйткені сен сол состояниемен істеп жатсың ғой. істей Сен алмай балаң жатырмын алдында, деген кезде. істей алмаған кезде сен балаң алдында өзіңді кінәлі сезінесің ғой. Иә. Иә. Енді қолыңа ұстауға мүмкіндік бар ма, сол жардың үстінде тұрсын? Иә. Ұстайтын сияқты. Қай жаққа тастайсың? Вулканға ма, немесе сарқырап жатқан суға ма? Суға тастағым келетін сияқты, бірақ вулкан жақын сияқты ма, сондай болып тұр. Таңдаймыз біреуін. Вулканға тастаймын. Жақсы, жанып кеткенше күтеміз. Төмен қарай түсіп кетті. Көзге көрінбейді. Жоқ болып кетті ма? Иә. Енді денемізге байқаймыз. Жасаған іс-әрекетің болмай қалған кезде балаңның алдында кінәлі Индира. Кернеу болып отыр ма? Жоқ, сезілмейді. Керемет. Өте жақсы. Все. Оны босатқанына қуаныш, шүкіршілік айтып, көз ашамыз. Құттықтаймын. Рахмет көп. Рахмет. Жақсы. Рахмет сізге де. Осы сапалы жұмыс осындай болады. Бұл жеке жұмыс жасаған кезде көпшіліктің алдында айтылмайтын нәрселер болады. Жеке жұмыс жасағанда ол өзінің ішіндегі не жатқаны нақты шығады. Қазір бұл жерде адамның ішіндегі мынау дене, бірінші ой, одан кейін дене, сезім, одан кейін шығады да. Денедегі нәрсе еш уақытта ұмытылмайды, кішкентай кезден келе жатқан нәрсе. Сол үшін сапалы терапия жасауды қаласаңыздар, менеджерге жазсаңыздар болады. Алда Құдай қаласа Альфа Стейт бағдарламасын, одан кейін Невил Годдардтың программасы бар. Одан соңында программаны қайта жазу, Құдай қаласа. Ал бүгінгі алғашқы қадамдарыңыз құтты болсын. Өздеріңізбен жұмыс жасаймын деп келген үшін сіздерге алғысым шексіз. Өйткені бұл білімді барлық адам білу керек. Жоқ, терапия тегін емес. Бұл менің еңбегім. Алдында да прямой эфирде сіздерге айтқан. Терапия тегін болмайды. Жалпылама адамдарда тағы да келесі альфа стейтте тағы 2 адамға жасап беремін. Құдай қаласа, ол жерде ол терапия менде 50 000 теңге. Бір терапия. Ал 3 айлық жетелеуге жұмыс жасайтын болсақ, бұл жерде бір ғана емес, полный разбормен бірге ол наоборот сіздерге эконом болады. Ол 500 000 теңге болады 3 айға. Аптасына 1 рет жол. Ол жеке жұмыс уже. Сіздің нақты мақсатыңызға қарай кернеулердің бәрін, тек қана бұл жерде кернеу емес, сіздің көпшіліктің алдында шығатын кезде адам қорқуы, оның барлығы осы бір нәрсе бастайтын болса, кәсіп жүрмей жатқан, оның барлығы осы бірінші фундаментті туралап аласыздар. Офлайнда, онлайнда болады, иә. Онлайн негізі, офлайн, егер Шымкентте болсаңыздар, офлайн жасаған өздеріңізге жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма басқа? Рахмет баршаңызға. Запись сақталады. Записті көріп алсаңыздар болады. Құдай қаласа, келесі аптада сенбіде жолыққанша. Рахмет көп сізге. Жақсы, Индира, сау болыңыз. Рахмет, Бақыт, рахмет. Жақсы, сау болыңыз.